Байқасаңыз, осы соңғы жылдары ел арасында діннен дәстүрді бөлгісі келетін бір қауымдар пайда болды. Яғни дәстүр деген дінде жоқ, шариғатқа сай жүру керек. Дәстүр бұл дінге қайшы нәрсе деген сияқты. Сол секілді дін бұл арабтың дәстүрі. Біз қазақ өзіміздің дәстүріміз бар. Сол өз дәстүрімізбен жүру керекпіз деген сияқты осындай айтатын пікірдегі адамдар пайда болды. Осы тұста кейбір қарапайым халық екі удай түрде қалады. Дәстүрмен жүреміз бе, әлде дінмен жүреміз бе? Шынымен де бұл осылар айтқандай бір бөлек дүние ма, бір-бірімен біте қайнаспай ма деген сияқты, бір-біріне қайшы ма деген сияқты сұрақтар пайда болып жатады. Соны бір көрермендерімізге бір түсінікті болу үшін дін дәстүрге қайшы ма, немесе дәстүр дінге қайшы ма? Осы бойынша бір өз пікіріңізді білдірсеңіз. Жақсы Беке, енді бұл туралы қоғамда үлкен ғалымдарымыз, діни ғалымдарымыз, қоғамдағы гуманитарлық салада үлкен тарихшыларымыз, этнографтарымыз, мәдениетшілеріміз, музыка танушыларымыз, жалпы елді, жерді танып жүрген қаншама мүйізі қарағайдай көкелеріміз, аталарымыз айтқан, және де айта берер. Яғни мен ғана емеспін деген сөз ғой. Менің сөзімді бір 10-15 адам тыңдаса, мыңдаған, миллиондаған адам тыңдайтын біздің тұлғаларымыз бар. Мына қоғамда біз мойындап үйренуіміз керекпіз. Мен өзім мойындаймын, тән беремін. Жалғыз мен айтып жатқан сияқты, немесе жалғыз сіз ғана айтып жатқан сияқты сөйлемегеніміз дұрыс болады. Қоғамда бұл салада жан ұшырып, білек тұрып, сыбанып қызмет етіп жатқан қаншама азаматтарымыз бар. Ол еңбектерді біз құрметтеуіміз керекпіз және мойындау керекпіз. Ал енді біз өз тұсымыздан жұмысымыз жасасақ, біріншіден исламды ұстанам, дәстүрді ұстанбаймын деген өмір, мынау киімнің бір жеңін киіп, қалған жеңін кимеймін деген сияқты мен қабылдаймын. Яғни бір бүтін тұрған затты мен жартысын ғана тұтынам. Тамақ берсең жарымын жеп, киім берсең жартысын киіп, үй берсең жартысын ашып қойып, жарты үйде отыратын. Киіз үйдің алты қанатты ағордалы үйдің үш керегенін керіп қойып, тұтас шаңырақты тірей алмайсыз ғой. Сондықтан мынау ислам менен қабысқан біздің дінімізді, мынау қазақтың қарүйен бір адамның, қазақтың өмірі десек, оның алты қанат үйі, оның уығы, шаңырағы, оның босағасы, оның іргесі болу керек. Ал енді үш керегеменен толық үй болып, ол боранда сізге, бұрқсарқ еткен боранда ыққа болып сізге бір тіршілік, отбасыңызды сақтап қалуға, аптап ыстықтан қорғап қалуға сізге пана бола алмайды ол үй. Сондықтан да мынау дін менен дәстүрді ол бүтін деп қарау керек. Біздің қазақ елінің жағдайында ғана айтып жатырмын. Басқа халықта енді шаруам жоқ. Қазақ халқының бүгінгі жағдайында дін менен дәстүрді қатар ұстанамыз. Неге дегенде, бүгінгі қазақтың ғұрпы да, дәстүрі де, біз жаңа сөзіміздің басында айттық, ол ғасырлардан бері осы діннің сүзгісінен сүзіп, ата-бабаларымыз, әжелеріміз, қаншама ғалым кісілер болды. Кітап қараған, мектеп медресе ұстаған, қазақ жерінде қаншама ғалымдар өмір сүрді, қаншама ғалымдар пәтуа қарады. Дінмен біз бүгін ғана өмір сүріп жатқан жоқпыз. Бізге дейінде дауда болды, жауда болды, қуанышта, қайғыда болды. Соның барлығын шешкен бабаларымыздың сүрген жолын біз неге дәстүр деп қарамаймыз? Яғни өмір сүру салтын біз неге құрметтемейміз? Олар шешті ғой сол мәселелерді. Сол жаңағындай халықтың дүние танымын қолданды. Оны олар бақытына жаратты, игілігіне жаратты.